Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 5 минутта дайындап дастарханға қоя қоятын өте жеңіл әрі өте дәмді, пайдалы салаттың рецептімен бөлісемін. Ендеше осындай оңай рецепттер іздесеңіз, қазір каналыма тіркеліп алыңыз және қоңыраушаны басып қойыңыз. Ал ендеше видеоны соңына дейін тамашалайық. Бұл салатты дайындау үшін бізге 40 қабат керек, 1 қияр, 1 сәбіз, сұйық май керек, ащы қызылбұрыш, паприка керек, кориандр мен кристаллик керек, уксус керек, қант, тұз және сарымсақ керек. Бұл бізде 40 қабаттан жасалған кәріс салаты. Бізге шамамен осындай 500 граммдай 40 қабат керек. Орташа көлемдегі 40 қабаттың 4-тен 1 бөлігін алсақ жеткілікті. Және де біз 40 қабатымызды тік 4 бұрыш етіп турап аламыз. Себебі кәріс салаты болғандықтан бұл оригинал рецептінде осындай тік 4 бұрыш етіп туралынады. Сондықтан әрқашан оригиналдан ауытқымай, осындай оригинал рецепттермен жасауға тырысыңыздар. Дәл осылай барлық 40 қабатты тік 4 бұрыш етіп турап дайындап аламыз. Енді осы 40 қабаттың үстіне 1 сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Енді 1 қиярымызды да турап аламыз. Қиярды өзіңіздің қалауыңыз бойынша турасаңыз болады. Ұзыншалап турауға болады, дөңгелек етіп турауға болады. Мен осындай жарты дөңгелекпен турадым. Қиярды тураған кезде өте жіңішке қылмаңыз, өйткені салатты жеген кезде қияр аузыңызда дәмі сезілу керек. Өте жіңішке болса, қияр білесіздер, суланып, езіліп, дәмі сезілмей кетеді. Енді осының үстіне жарты шай қасық тұзымызды барлық жеріне сеуіп шығамыз. Және де 2,5 шай қасық қантымызды да сеуіп шығамыз. Тәтті болады деп уайымдамаңыз. Керісінше, уксуспен араласқан кезде кәріс салаттарының өзінің арнайы бір өте керемет дәмі пайда болады. Жарты шай қасық кориандр және жарты шай қасықтан аздау кристаллик қосамыз. Барлық жеріне сеуіп шығамыз оны да. Және де 1 шай қасық уксусты, уксус бұл жерде 70% болуы маңызды. Барлық жеріне тамшылатып сеуіп шығамыз. Енді осыны ақырындап жоғарыдан төменге қарай 1 араластырып алсақ болады. Немесе қолыңызға перчатка киіп те араластырсаңыз болады. Енді біздің бұл жерде 2 штук сарымсақ деп алуға болады. Шамамен өйткені 1 үлкенірек және 2 кішкентай сарымсақ. Оны да теркадан өткізіп аламыз. Енді біз қазір гочеджереми сіздерге алдыңғы рецептте салғанмын. Рецептін тұздықты жасаймыз. Ол үшін бізге керегі осындай 50 мл ыстық қызып тұрған сұйық май. Оның үстіне жарты шай қасық ащы қызылбұрышты қосамыз. Бұрышымыз пышылдап кішкене қайнайды. Және де 1 шай қасық паприканы қосамыз. Негізі гочеджереми салат соусының тұздығының, яғни рецепті кішкене басқарақ. Ол алдыңғы видеодан көрсеңіздер болады, подсказкада қалдырамыз. Бұл соған ұқсас, бұл жерде майы кішкене көбірек. Және де ыстық майымызды бірінші сарымсақтың үстіне құямыз. Пышылдап кішкене сарымсағымызды күйдіреміз және қалған жердің барлығына құйып шығамыз. Болды, осымен салатымыз дайын десек те болады. Енді жақсылап қолымызға перчатка киіп араластырып аламыз толығымен. Және салатты осы күйінде жесеңіздер де болады. Өте дәмді, свежі болып тұрады. Немесе тоңазытқышқа бірнеше сағатқа немесе түнге қойып қойсаңыздар, көкөністер одан да жұмсарып, дәмі одан да өте ерекше болады.
Осымен салатымыз дайын. Үстіне әдемілік ретінде жасыл пияз, укроп, петрушка, кинза қоссаңыздар да болады. Қалауыңыз бойынша. Кунжутты да қуырып қоссаңыздар өте әдемі әрі дәмі өте ерекше болады. Осы рецепт бойынша бізде шамамен видеода көріп тұрғандарыңызда 2-3 тарелка салат шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай, дайындалуы тез. Видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпайық.